Баршаңызға сәлем. Бүгін 26 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бұл сабақта екі жиынның бірігуін және қиылысуын белгілейміз, құрастырамыз, бейнелейміз. Бірінші есеп. Біздің сыныптың оқушылары шахматпен және бимен айналысады. Сұрақтарға жауап бер. Қанша бала шахматпен айналысады? Қанша бала бимен айналысады? Қанша бала шахматпен де, бимен де айналысады? Болаттың шахматпен де, бимен де айналысатыны рас па? Сырымның шахматпен де, бимен де айналысатыны рас па? Сурет бойынша сұрақтар ойластырып, оны досыңа қой. Сұрақтарға мына сызбадан пайдаланып, жиындардан пайдаланып жауап береміз. Мына бірінші дөңгелектің ішінде бұл шахмат жиыны дейді. Ал мынау би жиыны. Мына ортада тұрған бұл әрі шахматқа, әрі биге қатысатындардың жиыны. Ендеше қанша бала шахматпен айналысады дегенде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6-ауы қатысады екен. 6-ауы шахматпен айналысады. Ал мына жерде бимен де дәл солай 6-ауы айналысады екен. Ал қанша бала шахматпен де бимен де айналысады дейді. Мына жерде қиылысқан жердегісе екеуімен де айналысады. Яғни 2 бала, Сырым мен Назгүл. Болаттың шахматпен де бимен де айналысатыны рас па дейді. Болат қайда? Мына шахматта екен. Болат тек қана шахматпен айналысады. Ендеше бұл өтірік. Сырымның шахматпен де бимен де айналысатыны рас па дейді. Бұл рас, өйткені Сырым міне екеуіне де қатысады екен. Демек, сұрақтарды жазып қоямыз дәптерге. Қанша бала шахматпен айналысады дейді. 6 бала. Қанша бала бимен айналысады? 6 бала. Қанша бала шахматпен де бимен де айналысады деген жерге 2 бала деп жазамыз. Ал Болаттың шахматпен де бимен де айналысатыны рас па дейді. Бұл жалған. Сырымның шахматпен де бимен де айналысатыны рас па дейді. Бұл рас. Енді бірінші есептің нұсқасында сурет бойынша сұрақ қой дейді. Бұл жерде жүзу. Неше бала жүзуге қатысады деп айтсақ болады. Бұл жерде де міне 4 бала, яғни Әсел, Дастан, Алма, Санат қатысады. Ал тенниске неше бала қатысады деп сұрақ қойсақ болады. Бұл жерде 5 бала, міне 1, 2, 3, 4, 5. Неше бала жүзуге, тенниске, әрі жүзуге, әрі тенниске қатысады деп сұрақ қойсақ болады. Бұл 2 бала болады, яғни Алма мен Санат. Тағы да бір сұрақ қоюымыз мүмкін. Мысалы, Талшын жүзуге де, тенниске де қатысатыны рас па деген сұрақ қоюымыз мүмкін. Бұл жалған болады. Демек, нұсқадағы сурет бойынша сұрақтар қоямыз. Қанша бала жүзумен айналысады? 4 бала. Қанша бала тенниспен айналысады? 5 бала. Бұның бәрін қазір мен кітапта түсіндіріп өттім. Қанша бала жүзумен де, тенниспен де айналысады? 2 бала. Алманың жүзумен де, тенниспен де айналысатыны рас па? Иә, рас. Санаттың жүзумен де, тенниспен де айналысатыны рас па? Иә, рас. Екінші есеп. Біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математиканы және жаратылыстануды атады. Сызбаға берілген сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні ретінде атады? Демек, мына қызыл дөңгелектің ішіндегі математиканы жақсы көретіндер екен. Бұлар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. Демек, 7 оқушы. Ал неше оқушы жаратылыстануды сүйікті пәні ретінде атады? Бұл көк дөңгелектің ішіндегілер. Ендеше 4, 5, 6 оқушы екен. Неше оқушы математиканы да, жаратылыстануды да сүйікті пәні ретінде атады? 2 оқушы. Санжардың математиканы да, жаратылыстануды да жақсы көретіні рас па дейді. Санжар тек қана жаратылыстануды жақсы көреді. Өйткені мына 2 дөңгелектің қиылысқан жерде тұрған жоқ ол. Диастың математиканы жақсы көретіні рас па дейді.
Жоқ, өйткені Диас жаратылыстануды жақсы көреді. Сызба бойынша сұрақтар ойластырып, достарыңнан сұра дейді. Демек, дәптерге осылай жауабын жазып қоямыз. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні ретінде атады дегенге 7 оқушы. Неше оқушы жаратылыстануды сүйікті пәні ретінде атады дегенге 6 оқушы. Ал екеуінде жақсы көретін оқушылар бұлар 2 оқушы екен. Ал Санжардың математиканы да жаратылыстануды жақсы көретіні рас па деген жалған. Диастың математиканы да жақсы көретіні рас па дейді. Бұл да жалған. Енді сызба бойынша өзіміз сұрақтар құрастырамыз. Айғанымның математиканы да жақсы көретіні рас па дейді. Иә, Айғаным математиканы жақсы көретіні рас. Демек, иә, рас дейміз. Бекзаттың математиканы да жаратылыстануды да жақсы көретіні рас па дейді. Бұл да рас, иә, рас дейміз. Яғни ақиқат пікір болып тұр. Үшінші есеп, суреттегі жиындардың қиылысқан бөлігіндегі элементтерді ата. Жиындардың қиылысуына атау бер. Бұл жерде мына көк дөңгелек 5-ке бөлінетін сандар, қызыл дөңгелек 4-ке бөлінетін сандар. Екеуінің қиылысқан бөлігінде 20 және 40 сандары тұр. Бұл жиынға біз 5-ке де 4-ке де бөлінетін сан деп жазуға болады. Өйткені 20 да 40 да екеуі де 4-ке де 5-ке де бөлінеді екен. Дәптерге дәл осылай жазып қоямыз. 20 және 40-ты 4-ке де 5-ке де бөлінетін сандар деп жазамыз. Бұлар 20 және 40. Төртінші есеп. 3-ші сынып оқушылары көрмеге және музейге экскурсияға барды. Көрмеге 12 оқушы, ал музейге 18 оқушы барды. 4 оқушы көрмеге де, музейге де барды. Экскурсияға барлығы неше оқушы барды дейді. Демек, мұны бірінші дөңгелекке көрмеге барғандар, мұна жерге музейге барғандар жазамыз. Енді 4 оқушы көрмеге де, музейге де барыпты. Ендеше көрмеге қанша оқушы барғанын білу үшін 12 оқушы барған ғой. Ендеше 4-еу мұна жерде болса 12-ден 4 тазайтып, мұна жерге 8 жазамыз. Ал музейге 18 оқушы барған. 18-ден 4 тазайтып, 14 оқушы жазамыз мұна жерге. Жазып қоямыз. Көрмеге 12 оқушы, музейге 18 оқушы, ал көрмеге де, музейге де 4 оқушы барды деп жазып шешуін орындаймыз. Демек, дөңгелектердің ішіне қай санын жазатымыз? 12-ден 4 тазайтсақ 8, ал 18-ден 4 тазайтсақ 14 болады. 14-ке 8-ді қосатын болсақ 22 болады. Оған 4-ті қоссақ 26. Демек, барлық қанша оқушы барғанын табу үшін біз осылайша жазып алдық. Жауабын жазамыз. Экскурсияға барлығы 26 оқушы барған. Сызбаға дәл осылай жазып қоямыз. Өйткені 8-ге 4-ті қоссақ 12 болады, ал 4-ке 14-ті қоссақ 18 болады. Мұны 8-ге 4-ті 12, 12-ге 14-ті қоссақ 26. 5-ші есеп. А. 20-ға дейінгі 2 таңбалы жұп сандар жиынының барлық элементтерін жаз. 20-ға дейінгі 2 таңбалы тақ сандар жиынының барлық элементтерін жаз дейді. Демек, жұп және тақ сандарды жиынын жазу керек болып тұр ғой мына жерге. Мына жерге 20-ға дейінгі 2 таңбалы сандар, бұлар 10-нан басталады. Яғни, жұп сандар 0, 2, 4, 6, 8 сандарымен аяқталады соңы. Демек, 10, 12, 14, 16, 18 және 20 болады. Ал тақ сандар 11, 13, 15, 17 және 19 сандары. Қай жиын осы жиындардың бірігуі болады? Оның элементтерін жаз. Бұл жиындар қиылысама. Жұп сандарды жазып қойдық. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Бұлар жұп сандар. 11, 13, 15, 17, 19. Бұлар тақ сандар. Ал енді 20-ға дейінгі 2 таңбалы сандарды жазатын болсақ, бұлар осы әрі жұп сандар, әрі тақ сандар осыған кіреді. Яғни,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сандары. Қай жиын осы жиындардың бірігуі болады деп тұр ғой, демек 20-ға дейінгі екі таңбалы сандар осы жиындардың бірігуі болады. Енді бұл жиындар қиылса ма деді. Қиылыспайды. міне жұп сандарды мына дөңгелекке, тақ сандарды мынаған жаздық. Бұлар қиылыспайды. Яғни әрі жұп сан, әрі тақ сан болатын сан жоқ. 6-шы есеп. Есептерді шығар. А. Маржан дүкеннен 8 теңгеден бетбелгі және 7 теңгеден күнтізбе сатып алды. Ол осындай 5 бетбелгі мен 4 күнтізбеге барлығы қанша теңге төлейді? Берілген жазып аламыз. 8 теңгеден бетбелгі сатып алды дейді ғой, 5 бетбелгі. Ал 7 теңгеден күнтізбе, 4 күнтізбе сатып алды. Барлығы қанша теңге төлегенін табу үшін біз әуелі бұлардың құнын есептеуіміз керек. Бетбелгінің және күнтізбенің. 5 бетбелгінің құнын табу үшін біз оны 8-ге көбейтеміз. Ал 4 күнтізбенің құнын табу үшін оны 7-ге көбейтеміз. Сонда 8-ге 5-ті көбейтсек 40, 7-ге 4-ті көбейтсек 28, екеуін қоссақ 68 теңге болады. Демек, жауабы Маржан барлығы 68 теңге төлейді екен. 6-шы есептің әсі. Санжар бумадағы бір рет қолданылатын стақандарды 345 теңгеге және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алды. Ал Маржан 8 теңгеден 5 қасық, 250 теңгеге бір бума майлы қағаз сатып алды. Олар екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі? Санжар бір рет қолданылатын стақандарды 345 теңгеден және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алыпты. Ал Маржан болса 8 теңгеден 5 қасық және 250 теңгеге бір бума майлық сатып алады. Екеуі қанша төледі дейді. Демек, бірінші 9 түтікшенің құнын тауып аламыз. Яғни 5-ті 9-ға көбейтіп 45 теңге. Яғни бұны Санжар алған. Оған Санжардың мына 345 теңгеден алған стақандарын бағасын қосамыз. 345-ке 45-ті қоссақ 390 теңге болады. Демек, бұл Санжардың төлегені. Енді Маржандікін есептейміз. Маржан 8 теңгеден 5 қасық алған. 5 қасықтың құнын табу үшін 8-ді 5-ке көбейтеміз, 40 теңге болады. Енді бір бума майлықты 250 теңге қалған еді ғой. Оны таптық 250. Енді осы екеуін қосамыз. 250-ге 40-ты қоссақ 290 теңге. Бұл Маржанның төлегені. Енді Санжардың төлегені мен Маржанның төлегенін екеуін қосамыз. 390-ға 290-ты қоссақ 680 теңге болады. Бұл екеуі бірге төлегені. Өрнек түрінде бұлай жазсақ болады. 345 қосу 5 көбейту 9 бұл Санжардың төлегені. Ал 8 көбейту 5 қосу 250 көбейту 1 бұл Маржанның төлегені. Ортасына қосу қойдық жақша. Сонда тең 680 теңге болды. Демек, жауабы екеуі бірге барлығы 680 теңге төледі. 7-ші есеп. Кестені пайдаланып тура теңдік пен теңсіздік құрастыр. 321 мен 129-ның қосындысы және 900 бен 450-дің айырмасы екеуі тең болады. Яғни 321-ге 129-ды қосатын болсақ 450, ал 900-ден 450-ді азайтсақ та 450. 240 пен 50-дің айырмасы бұл 190 болады және 150 мен 40-тың қосындысы екеуі тең. Одан кейін 98 бен 102-ның қосындысы 328 бен 258-ның айырмасынан үлкен. Яғни 98-ге 102-ні қоссақ 200 ғой, ал 328-ден 258-ді азайтатын болсақ 0, 12-ден 7 болады. Мұнау 170 болады екен. 160-тан 90-ды азайтатын болсақ 70 болады. Ол 53 пен 367-ның қосындысынан кіші екен. Яғни мұнау 420 болады. 8-ші есеп. Дұрыс пікірді тап. А. Дөңгелектің ортақ бөлігінде көк немесе кішкентай кеселер орналасқан дейді. Бұл дұрыс емес пікір. Екіншісі.
дөңгелектің ортақ бөлігінде көк және кішкентай кеселер орналасқан дейді. Бұл да дұрыс емес, жалған. Бысын оқиық. Дөңгелектің ортақ бөлігінде кішкентай көк кеселер орналасқан. Міне бұл дұрыс пікір. Демек, дәптерге осылай жауабын жазып қоямыз. А дұрыс емес, дұрыс емес, Б дұрыс пікір. Осымен бүгінгі 26-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.